Ол өмір бойы онымен күресті. Көптеген аурулар оған алдымен көрнекті жүгіруші, содан кейін керемет дизайнер болуға кедергі болмады. Ол Ле-Ман, Индианаполис, Себринг, Монзада жеңіске жетті және оның атақты көліктері Shelby Cabra, Daytona және Ford G40, Ferrari, Maserati және Jaguar'дың мұрындарын сүртіп үлгерді. Ford Ferrari'ге қарсы фильмі, сырттағылар. Кэрролл 1923 жылы 11 қаңтарда Техастың Лисбург қаласында пошташының ұлы болып дүниеге келген. 7 жасында балаға жүрек ауруы диагнозы қойылып, 14 жасқа дейін ол барлық уақытын дерлік төсекте өткізді. Бірақ жасы ұлғайған сайын оның денсаулығы жақсарып, ауру бала толықтай болды. Кәдімгі бала. Ол Вудро Вильсон орта мектебін тәмамдап, жол бойында Эдс Уоллес көлігін жүргізуді үйренді және Джорджия техникалық мектебіне авиациялық инженерия мамандығына түсті, бірақ екінші дүниежүзілік соғысқа байланысты оқуын бастай алмай, әскерге кетті. Қызметте Кэрролл өзін абайсыз жігіт ретінде көрсетті, алдымен нұсқаушы ұшқыш, содан кейін сынақ ұшқышы болды. Шелби екінші дүниежүзілік соғысқа тікелей қатыспады, бірақ ол ауада көп уақыт өткізді. Олардың айтуынша, ол өзінің құрбысының үйінің үстінен ұшып бара жатып, оның аяқ киіміне хаттарды жиі тастаған. Қызметтен оралғаннан кейін Кэрролл құс өсірумен айналысуды шешті. Рас, оның бұл салада арнайы білімі болмаған, бір жылдан кейін оның 27 000 балапаны құс ботулизмінен өлген. Мен ойладым. Тағы не істеуім керек? Кейінірек Шелби есіме түсті. Маған ең алдымен жарыс ұнады. Бір күні ұшу мектебіндегі досы оны көше жарысына қатысуға шақырды, тіпті бұл үшін өзінің жеке мінгісінде аямады. Соғыстан кейін мұндай жарыстар ақштың көптеген қалаларында стихиялы түрде ұйымдастырылды, және Кэрролл осы уақытта дүниеге келу бақытына ие болды. Мен өзімді қиыршық тас жарысында сынап көрдім деп есіне алды ол кейін. Әрине, мен мінгендердің барлығынан оздым. Және барлық басқа көліктерде. Менің деңгейім әуесқой болды, бірақ жеңіп шықтым. Ол жарыстардың біріне фермадан тікелей жолақты комбинезонмен келді. Бұл киімді подиум болмағанда ешкім байқамас еді. Кейінірек ковбой қалпағы мен фермердің комбинезондары оның визит картасына айналады. Бірнеше сәтті жүгіруден кейін Кэрролл бүкіл ел бойынша еуропалық көліктерде жарысатын Aston Martin, Cadillac және Maserati жарыс командаларының назарына ілікті және 1954 жылға қарай ол американдық кәсіби жарыстың жұлдызына айналды. Сонымен қатар Шелбидің Остин Хилли 100 атақты Бонвилл тұзды жерлерінде 16 американдық және әлемдік жылдамдық рекордын орнатты. Мұның бәрі 1954 жылы Кэрролл өзінің алғашқы үлкен апатқа ұшыраған кезде аяқталуы мүмкін еді. Оның көлігі Carrera Pan American чемпионатында 4 рет аударылып, трассадан шығып кетті. Дегенмен, бірнеше ота мен қолындағы шнур оның жеңіс сериясына айтарлықтай өзгеріс енгізген жоқ. 1955 жылы ол Torrey Pine жарысында 4 литрлік Mexico Ferrari Roadster'ін айдап жеңіске жетті. Бұл түскі ас оған 4-9-12 қозғалтқышы бар күштірек Ferrari'де жарысқа қатысуға мүмкіндік берді, сонымен қатар Еуропаға билет берді. Sports Illustrated журналы оны 1956 және 1957 жылдардағы ең жақсы жүргізуші деп атады, бірақ бұл Шелбидің мансабының басы ғана еді. 1958 жылы ол Формула 1-де бағын сынап көрді. Оның Scuderia Centro Sud Maserati командасы Монса жарысында 4-ші орынды иеленді. Бұл табыстың артынан Aston Martin бір зауытының ұжымына шақыру келіп, оны мақтанышпен қабылдағаны қисынды. Дегенмен Шелби ешқашан 1-8-ші орыннан жоғары көтерілмеді. 50 жылдардың аяғында жүрек тағы да өзін еске түсірді. Ол 1959 жылдың қыркүйегінде кеудесінің алғашқы ауырсынуын сезді. Бұл стенокардия болды, бірақ диагноз сол кезде қате болды, және ол жарысты жалғастырды. Жүрек ауруы оған Aston Martin қаңтар 30 жыл 0 үлгісіндегі 24 сағаттық Ле-Манда жеңіске жетуіне кедергі болмады. Ол бүкіл жол бойы нитроглицерин таблеткаларын сорғанына қарамастан. Бір жылдан кейін дәрігерлер оның спорттық мансабына нүкте қойды. Бұл оның табыс тарихының соңы болуы керек еді. Бірақ Шелби жағдайында емес, Кэрролл жаңа штырман оқиғаны ойлап тапты. Ағылшын өндірушісі Акрос қозғалтқыш жеткізушісінен айырылғанын біліп, ол американдықтардың бірінен өздерінің роудстері үшін қуаттырақ қозғалтқышты табуға шешім қабылдады. Өндірушілер: осы уақытқа дейін менің 3 балам болды,
және тек $6 қолма-қол ақшам болды. Мен кәсіпорнымның сәтті болатынына сенімді емес едім, бірақ мен Фордқа бардым, және олардың жаңа ақшам 8 қозғалтқышы үшін тамаша ағылшын шассиі бар екенін айттым деп есіне алды Шелби. Ол өз кезегінде ағылшындарға олардың көлігінің қозғалтқыштары қалтасында екенін айтты. Фордтан басқа Кэрол Остин Хилли мен Шевролетке барды, бірақ біріншісі оның ұсынысына қызығушылық танытпады, ал екіншісі өздерінің корветтіне бәсекелесті қаржыландырғысы келмеді. Бұрынғы ұшқыш, сәтсіз құс өсіруші және зейнеткерлікке шыққан жарыс чемпионның тағдыры Фордқа мінгізілгенде қалай болатыны белгісіз. Бірақ тағдыр Шелбиді американдық автокорпорациялардың ең көреген менеджерлерінің бірі Ли Якоккомен кездестірді. Якокко оны қозғалтқыштармен қамтамасыз етіп қана қоймай, шығындар үшін $25,000 берді. Англияда да бұл ұсыныс қабылданды. Соның бәрін жинақтап атауды ойлап табу ғана қалды. Шелби көлікті өзі жасады. Құрастырудың ең қиын кезеңдерінде ғана таныстар мен достардың көмегіне жүгіну. Аңыз бойынша Кэрол түсінде көлікте Кобра деген жазуды көреді. Осылайша Кобра, кейінірек Шелби Кобра дүниеге келді. Улы жылан, және онымен бірге оның тиегі брендке айналды. Бір жылдан кейін, 1962 жылы наурызда, Кэрол Shelby American Inc. компаниясын ашты. Ол өміріндегі жаңа кезең. Бірінші Кобра 2000 ашық сары түске боялған және 1962 жылғы Нью-Йорк автосалонындағы Ford стендінде көрсетілді. Бір жылдан кейін Кобра Риверсайдтағы корвет Стингрейді жеңіп, өзінің алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Алайда бұл көлік жылдамдығы жағынан Еуропа чемпионатына жарамсыз еді. Содан кейін Шелби Кобра Дейтона купесінің күштірек қозғалтқышы және төбесі бар, аэродинамикалық корпусы бар арнайы нұсқасын жасады. Осылайша ол Ле Мандағы ұзын Мульсанда сағатына 300 шақырымға жетуі мүмкін. Бұл машиналар бұдан былай оның гаражында жасалмады. Шелби тек дизайн мен механика бойынша шешім қабылдады, бірақ машиналарды кәсіби мамандар басқарды. Сыртқы келбетке американдық дизайнер Питер Брук, ал суспензияға инженер Боб Никстед жауапты болды. Бірінші корпус Америкада, Калифорнияда, ал қалған бесеуі Моденадағы итальяндық Carrozzeria Grand Sport шеберханасында құрастырылды. 1964 жылы Дейтона 12 сағаттық Себрингте жеңіске жетті, Ле Манда жеңіске жетті, ал бір жылдан кейін Дейтона мен Себрингте ең жылдам болды. Бұл кезекті жеңіс сериясы ғана емес еді. Шелби анағұрлым танымал қарсыласы Энцо Ферраридің өзін жеңіп, өзін басып озды. Ұлы итальяндықты жеңумен қатар, Ле Мандағы табыс американдық жүргізушілер мен американдық автокөлікті алғаш рет еуропалық мотоспорттың алдыңғы қатарына шығарды. Дейтонадан кейін Шелби бір мақсатпен жасалған Ford Git 40-ты жасауға қатысты. Ақырында, еуропалық тректерде Феррариді жеңді. Рас, Кэрол командаға бірден қабылданбады, оған Git 41 сериясының қателіктерін түзету тапсырылды. Ол осы уақытқа дейін трассадан кетуімен ғана танымал болды. Оның көптеген замандастары Шелбиді механик және инженер деп атаған. Ол шынымен де кейде түйіндерді ойлап тапты немесе барларын жетілдірді, бірақ оның басты еңбегі оның идеялары болды. Ол ұшқыштарға қарсыластарын жеңуге көмектесетін жарыстарда жұмыс істейтін шешімдерді ұсынды. Ол кемшіліктерді қалай түзетуге болатыны туралы нақты нұсқаулар беретін сынақшы ұшқыш сияқты болды. 40-да да солай болды. Шелби шассиді баптауға көмектесті, көлікті бұрыштарда ұстайтын спойлерлерді үлкейтуге кеңес берді. Сонымен қатар 2 литрлік қозғалтқышты 7 литрлік қозғалтқышқа ауыстыру туралы шешім қабылдады. 1966 жылы Эд 40 Ле Мандағы барлық подиумды иеленді. Форд атақты жарыста 4 жыл қатарынан жеңіске жетті, 1969 жылға дейін. Кейінірек Шелби еске түсіргендей, басты еңбегі жаңа тежеу жүйесі, дәлірек айтсақ, оны 1 минут ішінде толығымен ауыстыру мүмкіндігі болды. Ле Маннан басқа, Git 40 24 сағаттық Дейтона мен 12 сағаттық Себрингте жеңіске жетті. Және барлық жерде Феррари жеңілді. Өзінің спорттық жобаларымен қатар, Шелби Shelby Mustang 350 спорттық автомобильдерінің азаматтық нұсқаларында да жұмыс істеді. Шелби тек ыстық көлікті ғана емес, көптеген жылдар бойы баптау белгішесін жасады. Оның
Тәжірибелі еуропалық жарысушының көзқарасы дәстүрлі американдық қуатты арттырудан ғана емес, сонымен қатар суспензияны, рульді басқаруды және тіпті сыртқы түрін елеулі түрде қайта өңдеуді қамтыды. Shelby Mustang әрқашан миллиондаған данамен шығарылған өндіріс үлгісінен әлдеқайда салқын көрінді. Кейінірек сол Ли Якокканың шақыруымен Shelby Dodge'ға жұмысқа кетті. Онда ол Viper 442 Oldsmobile және қарапайым автомобильдердің көптеген қыздырылған нұсқаларын жасады. Дегенмен, бұл оның мансабының батуы болды. Біраз уақыт көліктерден зейнеткерлікке шыққан ол Африкаға барды. Онда ол көлікпен сафари турларын ұйымдастырды. Содан кейін Carroll өз брендімен ұнтақталған бұрыш шығара бастады. Онда оның егіншілік өміріне құрмет ретінде жапсырмада ковбой қалпағы бейнеленген. 1990 жылы Shelby 34 жастағы ер адамнан донорлық жүрек алды. Бір жылдан кейін операциядан айыққан ол орган трансплантациясын қажет ететін балаларға көмектесу үшін Carroll Shelby атындағы арнайы қор ұйымдастырды. Елтаңбада тағы да оның ковбой қалпағы мен жолақты фермер комбинезондары бейнеленген. 1996 жылы оған тағы бір ота жасалды. Бұл жолы өз ұлы донор болды. 90-шы жылдардың аяғы мен 2000 жылдардың басында Carroll тағы да Ford көліктеріне қызығушылық танытты. Ол жаңа Мустангтың арнайы шығарылымдарын шығарды және 100 жылдығын мерекелеуге белсенді қатысты. Осы брендтің Shelby'дің басшылығымен 2 Ford концепті автомобильдері жасалды. Олар 1 жыл аралығымен көрсетілді және 2007 жылы ол өзінің жеке тюнинг бөлшектері мен аксессуарлары желісін іске қосты. Shelby Performance Parts. Ұлы американдықтың қайтыс болғаны туралы хабар бүкіл әлемге тараған кезде, Фордтың негізін қалаушы Эдсел Форд аның шөбересі Shelby'дің таңғажайып оқиғаларға толы өмірінің астына сызық сызған сөздерді айтты. Carroll Shelby автомобиль жарысы тарихындағы ең танымал есімдердің бірі және ол жасаған барлық істерінде сәтті болды. Ол Фордқа 1960 жылдардағы чемпионаттарды жеңіп алуға көмектесті ме, әлде ең әйгілі мустангтарды жасады ма, оның ынтасы мен құмарлығы. 60 жыл бойы үлкен автомобильдер олармен жұмыс істегендердің барлығын шабыттандырды. Ол керемет жаңашыл болды, және оның аңыз ешқашан ұмытылмайды. Дегенмен Shelby'дің өзі басқа автомобиль топ-менеджерінің Honda America атқарушы вице-президенті Джон Менделдің сөзін көбірек ұнататын болар еді. Ол Carrollмен алғаш рет Техас моторлы жарыс жолында бала кезінде кездескен. Ол әлемді американдық жарыс машиналармен санауға мәжбүр етті деді Мендел Shelby қайтыс болғаннан кейін көп ұзамай баспасөзге. Ол өзінің мәңгілік ковбой қалпағымен жұлдызға айналды. Үнемі күтпеген жерден жеңетін ковбой қалпағындағы бала. Оның өміріндегі көліктер. Өзінің алғашқы моделін насихаттау үшін Shelby ойлап тапты. Әсерлі қимыл. Оның журналистерге берген көлігін жұртшылық оның көлігі көптеген ойға қалдыру үшін әр жолы жаңа ашық түске бояйтын. Дегенмен олардың көпшілігі ешқашан болған емес. Shelby стилі шектеулі басылым. Кабралар немесе мустангтар болсын, көліктер әрдайым аз болды. Бағалар өте қолайлы болды, ал сызықтар өте үлкен болды. FIA әлем чемпионаттарына қатысудың жаңа ережелерін енгізген кезде Shelby'ге тағы бір айла ойлап табуға тура келді. Оларға кіру үшін кем дегенде 100 автомобиль сериясын жасау керек болды. Shelby кейбір вен кодтарын өткізіп жіберді. Бұл 2 немесе 3 керек прототиптерінен басқа тұтас топтама бар деген әсер қалдырды. Көптеген жылдар бойы ол бұл мифті көліктерді тұтынушыларға зауыттан табылған заттар ретінде сатты, бірақ олардың тапсырыс бойынша қайта жасалатыны белгілі болды. Барлығы қозғалтқыш қуаты мен шасси параметрлері бойынша ерекшеленетін 3 Cobra корпусы шығарылды. Cobra сандары 260, 289 және 427 текше дюймдегі қозғалтқыштың ығысуын білдіреді. Тиісінше қозғалтқыштардың сыйымдылығы 4, 2, 47 және 7 литр болды. Барлығы Ford 8 болды. Ең қуатты қозғалтқыш 425 ат күші және 650-ін әзірледі. Әрбір Cobra Daytona Cup ол енгізілген елге немесе жарысқа байланысты әр түрлі түске боялған. Бұл көліктердің капотының астында көлемі 6 литрге жуық Ford 8 болды. Қозғалтқыш 500 ат күшіне ие болды және бұл машиналар 2 секундта 100-ге дейін жылдамдады.